Саламатсыз ба достар? Адвокат Таир Насханов сізбен бірге және бүгін біз бизнестегі тексерілмеген контрагенттер туралы және оның салдары қандай болуы мүмкін екендігі туралы айтатын боламыз. Менің YouTube каналыма жазылыңыз, лайк басыңыз. Сонымен, тексерілмеген контрагентпен жұмыс істеу, қалай жауапкершілікке тарту керек? Әрбір кәсіпкер өз қызметінде сатып алу, сату, жеткізу және тағы да басқа әртүрлі шарттар жасайды. Тексерілмеген серіктес контрагентпен шарт жасау кезінде белгілі бір тәуекелдер бар. Атап айтқанда, шарттық міндеттемелерді орындамау, мысалы, тауарды жеткізбеу, қызмет көрсетпеу, үлкен қаржылық шығындар, сапасыз тауарларды сатып алу, сізді қылмыстық іс жүргізуге тарту, мысалы, жымқыру, салық төлеуден жалтару. Сондықтан оларды азайту үшін контрагенттің сенімділігін тексеру қажет. Яғни, келісім жасамас бұрын міндетті түрде, егер бұл компания болса, жарғының көшірмесін сұраңыз. Электрондық үкімет порталынан анықтама, компания өкілінің өкілеттіктерін міндетті түрде тексеріңіз. Лицензияларды, жабдықтарды, қызметкерлерді тексеру. Салық комитетінен берешек туралы мәліметтерді сұрау. Контрагенттің кеңсесіне бару. Бұл тізім толық емес. Сондықтан бизнес құқығын білетін адвокатқа хабарласыңыз. Бірақ егер сізді алдап кеткен жағдайда үмітіңізді үзбеңіз. Дәлелдемелер жинау қажет. Бұл келісім шарт, контрагентпен хат алмасу салыстыру, актілер және тағы басқа. Содан кейін дұрыс шешім қабылдауға көмектесетін адвокаттық кеңесіне жазылыңыз. Сотқа немесе құқық қорғау органдарына жүгініңіз. Насханов және серіктестер адвокаттық кеңсесінің мамандары жозықсыз серіктестердің берешекті өндіріп алу бойынша тәжірибелері жеткілікті.